Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Алма сірке суының пайдасы жайында білесіз бе? Видеоны қарамастан бұрын арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алма сірке суын қолдан майонез дайындауда, қияр тұздауда және теріні тазарту мен шашты жылтыратуда пайдаланатынын білетін бе едіңіз? Алма сіркесін басқа қандай жағдайларда қолдануға болады? Дүкендерде жиі сатылатын сірке қышқылын емес, табиғи сірке суын таңдап алыңыз. Оның табиғи екенін ажырату үшін қаптамасында жазылған күштілігіне назар аударыңыз. Ол 4-5%-дан артық болмауы қажет. Егер алма сіркесі табиғи болмаса, жақсы нәтиже бермейді. Алма сіркесі калий, натрий, фосфор, мыс, темір, фтор, пектин элементтеріне және А, В1, В2, В6, С, Е, П дәрумендерімен қоса басқа да пайдалы микроэлементтерге бай. Өнім соншалықты бағалы элементтерге бай болғандықтан алма сірке суын біраз іске пайдалана аламыз. Сумен араластырып ішу. 1 шай қасық алма сіркесін 1 стакан сумен араластырып ішсеңіз, ол артық салмақтан арылуға, бауырды тазартуға, қыжылдан құтылуға көмектеседі. Бет терісіне күтім жасау. 1 бөлігі сіркеге, ал 2 бөлігі суға батырылған мақтамен бетіңізді сүртіңіз. Нәтижесінде бет терісін сүртуге арналған тоник секілді әсер береді. Сірке суы терідегі ұсақ тесіктерді тарылтып, терідегі қабыну іздерін кетіруге көмектеседі. Шаш шаю. Алма сірке мен қарапайым суды 1:1 қатынаста араластырып, шашты шайыңыз. Сірке суы шашыңызды жұмсартып, жылтыратады. Ас үй жабдықтарын тазарту. Бөтелкеге жарты стакан алма сірке суын құйып, 1 стакан сумен араластырыңыз. Ол ас үй жабдықтарындағы майды және қатып қалған қыртыстарды кетіруге көмектеседі. Соңынан жағымды иіс қалдырады. Жағымсыз иістен құтылу. Алма сірке суы мен қарапайым суды 1:1 қатынаста араластырыңыз. Дайын қоспамен тоңазытқыштың ішін, ас үй сөрелерін, қоқыс салатын ыдысты және басқа да жағымсыз иісі бар жерлерді жуып шығыңыз. Арамшөптерден құтылу. Алма сірке суы мен қарапайым суды 1:8 қатынаста араластырыңыз. Дайын қоспаны су шашатын ыдысқа құйып, бақшадағы арамшөптерге шашыңыз. Сірке суы арамшөптен құтылуға көмектеседі. Арамшөптің жапырағы сарғайып, қурап кетеді. Керек кеңес қажетіңізге жарасын. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше назарларыңызға рахмет.